Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін корейский тағам бао булочкин дайындадым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Отбасымызбен сүйікті тағамдарымыздың біріне айналды. Ол үшін алдымен жылы суымызға жылы сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. 1 чай қасықпен қант және тұз саламыз, жарты чай қасықтай. Одан кейін дрожжымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Толық рецепті астына қалдыратын боламын. Каналымды жоғалтып алмай, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илеп, жылы жерге 40 минутқа қалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын боламыз дегенше етімізді ұзынша салон кетіп турап шығатын боламыз. Барлық көкөністерімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын ұзынша етіп турап шығамыз. Енді қызып тұрған табамызда етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміз жақсылап қуырылып, сөлі шыққан кезде пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Оған дейін соевой соусымызға 1 шай қасық қант және крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Қазір қуырылып жатқан етімізге дәл осы соусты қосып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді кішкене ғана су құйып, жарты сағат көлемде, жарты сағат 40 минут ішінде пісіріп алдым. Осы аралықта қамырымыз өте әдемі болып көтеріліпті. Енді қамырымызды алып, қолымызбен жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді осындай бокалдың көмегімен барлығын бауырсақ секілді кесіп шығамыз. Енді табағымызды майлап, барлығын осылай мантаваркамызға орналастырамыз. Мына жерде видеода дұрыс көрінбей қалыпты. Қамырдың бетін майлап аламын, одан кейін көріп тұрғандарыңыздай бір бүктеп, қайырып салатын боламыз. Қазір дұрыстап толығымен көрсететін боламын. Видеоға дұрыс түспей қалыпты. Дәл осылай мантаваркамызға арасын ашып салатын боламыз. Міндетті түрде арасын майлаңыздар. 20 минутта пісіріп алдым. Осымен біздің бао булочкамыз дайын болды. Өте керемет, ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ас болсын. Қамырымыз өте күшті болып көтеріліпті. Енді қамырымызды дастарханның бетіне алып, жақсылап жайып алатын боламыз. 1 сантиметр көлемінде болатындай оқтаудың көмегімен жақсылап жұқалап етіп жайып аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бокалдың көмегімен дәл осылай домалақ етіп, барлығын бауырсақ секілді қып кесіп шығатын боламыз. Енді қамырымызды мантаваркамыздың табағына салып пісіреміз. Ол үшін алдымен табамызды майлаймыз. Одан кейін қамырымыздың да ортасын дәл осылай майлап, бір-біріне қаратып жабыстырып салатын боламыз. Қатты жабыстырудың керегі жоқ. Видеода дұрыс көрінбей қалыпты. Қамырымыздың бетін бір майлап аламыз. Сонда өте жабыспай піскен кезде арасы ашылып жақсы болып пісетін болады. Арасын ашып салыңыз, дәл осылай болды. Енді 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің қамырларымыз дайын, 20 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ерекше тағамдардың бірі бао булочки. Өзіме қатты ұнап қалды. Сіздер де жасап көріңіздер, және жасап көрген болсаңыздар, комментарийға қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.